Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіз. Сіздермен бірге Инка Максовна. Ашытылған қамырдан салмасына картошка қосылған пирожки пісіреміз. Өте дәмді. Менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Керек өнімдер видеоның астында толық жазылған. Ең алдымен бізге қамырға керек заттар. Өте қарапайым өнімдер: ұн, жылы су, ашытқы, қант пен тұз және өсімдік майы. Ең алдымен біз ашытқы дайындаймыз. Оған жылы суды ыдысқа құйып аламыз, қамыр илейтін. Оның үстіне ашытқыны саламыз. Және тұзды дәмі кіру үшін қантты ашытқыны тез жұмыс істеу үшін салады. Мұны араластырдық ашытқыны. Енді бұның бетін 5 минутқа жауып қоя тұрамыз. Міне біздің ашытқы ашыды. Енді бұған ұнды салып илейміз. Өсімдік майын құямыз. Ұнды шетінен салып қамыр илейміз. Ең алдымен осындай қасықпен араластырып аламыз. Араластыруға қиын бола бастаған кезде қолмен қамыр илейміз. Бұның бәрі қолымыз былғанбау үшін жасалынады. Міне араластыруға қиын бола бастады. Енді қолмен қамыр илейміз. Қамырды илеп алдық, ыдысынан түсіріп алдық. Енді дастарханға кішкене өсімдік майын жағамыз да жақсылап қамырды басамыз. Енді ыдысымызды аламыз да кішкене өсімдік маймен майлап аламыз. Бұның бәрі қамырдың жабыспау үшін жасалынады. Енді қамырды қоямыз. Сіздің ашытқыңызға байланысты, бөлменің температурасына байланысты 1 сағаттан 2 сағатқа дейін уақытты алады. Бетіне пищевой пленка немесе осындай бір ыдыс жауып, жылы жерде сақтаймыз. Енді салмасына бізге картоп керек. Алдын ала жуып, аршып алдым. Және дәміне қарай тұз саламыз. Егер картопты қайнап тұрған ыстық суға салсаңыз, картоптың дәмі өзінде қалады, ол дәмді болып шығады. Енді біздің картоп кемінде 20-25 минутта піседі. Егер сіз турап салсаңыз, ол 15-20 минутта піседі. Міне біздің картоп пісіп шықты. Енді бұдан пюре жасаймыз. Егер сіздің пюреңіз қою және қатты болып кетсе, осы картоптың қайнаған суынан кішкене құйсаңыз болады. Одан кейін дәміне қарай сары май кішкене салсаңыз болады, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және тұз дәміне қарай тағы да салсаңыз болады. Одан кейін қара бұрыш. Менде тұзының дәмі жеткілікті, сол себептен қара бұрыш пен сары май кішкене саламын. Енді жақсылап пюре жасаймыз. Өте жұмсақ, нәзік қылып шығамыз. Мені пирожкидің салмасын дайындап алдым. Біз картопты жақсылап есіп алдық, ол дайын. Біздің қамыр жақсы болып көтерілді. Өсімдік майын дастарханға жаямда, сонымен жұмыс істеймін. Қамыр үлпілдек, жұмыс жасағанға өте ыңғайлы, қолға жабыспайтын болып шығады. Қамырды бірдей бөліктерге бөліп, өзімізге алдын ала пирожкидің формасын дайындап аламыз. Осы көлемнен 12-14 дана пирожки шығады. Бірінші бұлай ішке қарай шет-шетін қайырып аламыз. Одан кейін дастарханға қойып, бұлай дөңгелектейміз. Енді бетін жауып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамыр демалсын. Біздің қамыр демалды. Енді бұдан пирожки жасаймыз. Ең алдымен кішкене қолмен басып аламыз. Одан кейін оқтаумен жайып, ішіне 1 ас қасық салмасын саламыз. Салмасын салдық. Енді бұны түйеміз. Ең алдымен жоғар жағын басамыз. Одан кейін екі шетін бір-біріне былай жақындатып, шетін басамыз. Бәрін жақсылап басып шығамыз да, бір шетке қарай қайтарамыз. Үстілге қоямыз, кішкене басамыз. Дөңгелетіп жібереміз кішкене. Енді төмен жағымен, түйген жағымен төмен қаратып қоямыз. Міне біз енді пирожкилар жасап қойдық, демалсын деп бетін жауып қойдық. Пирожкиді қору үшін табаны қалың ыдыс алып, оған өсімдік майын құйып, майды қыздырамыз.
пирожкиді салған кезде осылай шет-шетінен кішкене ғана осындай пузыректар шығып тұру керек. Сонда біздің майымызды өзіне сіңіріп алмайды пирожки. Одан кейін ол қатты қызып, пирожкиміздің іші піспей қалмайды. Осындай температурада қуырамыз. Енді аударамыз. Асты піскеннен кейін. Түсіріп аламыз ыдысқа. Картоппен жасалған пирожки дайын, өте оңай және дәмді. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады, іші толық піскен, үліпілдек, тәбетті ашады. Ыстықта ішсеңіз өте дәмді. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.